Сәлем достар, сіздермен бірге мистер Ерба, және бүгін біз кешкі асқа газды пеште піскен тауық пен картоп дайындайтын боламыз. Бұл сіздердің көп уақыттарыңызды алмайды, тез әрі дәмді болып дайындалады. Ең алдымен біз тауықтың маринатын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2-3 қасықтай майонез керек болады. Содан кейін 2-3 қасық кетчуп керек болады. Содан кейін 1 шай қасық тұз саламыз. Содан кейін тауыққа арналған приправаны себелейміз. Енді барлығын жақсылап тұрып, қасықпен араластырып аламыз. Алдын ала жуып тазалаған тауық аяқтарының үстіне маринад сұйықтығын құямыз. Енді қолымызбен дайындалған маринадты тауық аяқтарына жақсылап жағып шығамыз. Маринад сұйықтығын жақсылап жағып шыққаннан кейін жарты сағат тұру керек. Енді 4-5 бас картопты алдын ала тазалап, суға шайып, дөңгелектеп турап аламыз. Үстіне пиязымызды саламыз. Енді сарымсақтың 3-4 бөлігін ұсақтап турап, ыдысымызға саламыз. Енді 1,5 ас қасық тұз себелейміз. Енді тауыққа арналған приправамыздан кішкене себелейміз. 3-4 ас қасық күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырамыз. Енді табамызды күнбағыс майымен жақсылап майлап аламыз. Жақсылап майланған табамызға картоптарымызды саламыз. Жарты сағат маринадталған тауық аяқтарын картоптың үстіне саламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста толық дайын болғанша саламыз. Менде 1-1,5 сағат уақыт алды. Бұл енді сіздердің пештеріңізге байланысты. градустан 1,5 сағат дайындалған тауық аяқтарын шығарамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен тауық аяқтарын бетін фольгамен, басқа да нәрселермен жапқан жоқпын. Міне көріп тұрғандарыңыздай, тауық аяқтары қызарып пісіп шықты.
Тағамымыз өте дәмді болып шықты. Сіздер оны үйдегілерге немесе қонақтарға, достарыңызға, басқа да жандарға кешкі асқа, түскі асқа дайындап берулеріңізге болады. Каналымнан алыстамаңыздар, алда қызықты видеолар көп болады. Лайк басуды ұмытпаңыздар, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.